Сәлем достар, бүгін мен сіздерменен мандариннан тосап жасау жолымен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге 1 килограмм мандарин, 1 килограмм шекер, 300 грамм су қажет. Мандаринді қабығынан тазалаймыз. Бөліктерге бөлеміз. Төрт бас мандариннің қабығын тураймыз майдалап. Қазанға 300 грамм су құйып, отқа қоямыз. Сироп дайындаймыз. Сиропымыз дайын болды. Енді осы сиропқа біз мандарин салдық. Мандариннің қабығы аромат дәм береді. Жақсылап араластырамыз. Тосапты 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан кейін оттан аламыз. Тосапты 10 минутта суыту қажет. Тосап суығаннан кейін қайтадан отқа қойып 20 минуттай қайнатамыз. Тосап дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.